Биыл елімізде ұзындығы 1000 шақырымға жуықтайтын жол қолданысқа беріледі. Атап айтқанда Батыс Еуропа, Батыс Қытай транзиттік дәлізінің Бейнеу-Шетпе, Астана-Теміртау, Алматы-Қапшағай және Қапшағай-Талдықорған арасын жалғайтын жолдар жұрт игілігіне беріледі. Бұл туралы бүгін орталық коммуникациялар қызметінде айтылды. Құзырлы мекеме басшылары жөндеу көрмеген бірқатар жолдардың мәселесі де кезең-кезеңмен шешілетіндігін жеткізді. Мәселен, тозығы жеткен Қызылорда мен Жезқазған арасындағы жолды жөндеу 2017 жылға жоспарланып отыр. Ал алдағы уақытта Шымкент пен Қызылорда арасын ақылы жол жалғайтын болады. Шымкент-Қызылорданы біз биыл жылдың соңына дейін ақылы қылуды жоспарлап отырмыз. Қазір жобалық сметалық жұмыстар басталды. Ол жерде біздің қазіргі мына Астана-Боровой жолында сол жолдың бойында тұратын ауданның тұрғындары абоненттік төлем деген бар, бір жылға 1000 теңге төлеп сонымен жүреді.